Бүгінгі күні көптеген жастарымыз түсінбей жатады осындай деструктивті ағымның өкілдерінің уағыз-насихат жұмыстарында. Бұндай топтың өкілдерінің арасында Құранда келтірілген аят хадистердің өзін бұрмалаушылық әрекеттері жиі кездеседі. Осының салдарынан жастарымыздың адасушылығына алып келеді. Әрқайсысының өзіндік бір мақсат мүддесі бар ғой. Кез келген ұйымның, кез келген топтың десек те болады. Оларға деструктивті сөзінің де мысалға берілуі бекер дүние емес. Яғни дистракт ол латын тіліне аударған кезде разрушить, бұзу мағынасында келеді. Олардың ешқайсысы мысалға елімізге бір жақсылық ойлап, елдің бір мүддесін жаңағы көздеп отырған топтар емес. Бұндай топтың өкілдері бүгінгі күні дін атын жамылып, көптеген қылмыстың түрлерін жасап отыр. Бұл жерде байқайтынымыз, олар дін ат жамылғаны болмаса, оларды таза қылмыскер ретінде табуға да болады. Бұлардан сақтанудың жолы, бірден бір жолы, ол халық арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын ауқымын кеңейту керек. Мүмкіндігінше әлеуметтік желі, интернет порталдарды, газет журналдарды қамту керек. Теолог, дінтанушы, исламтанушы мамандардың мүмкіндігін, әлеуетін пайдалану керек. Бұдан бөлек отбасы институтын дамыту керек. Себебі тәрбие тал бесіктен, яғни отбасыдан дейді. Біз отбасындағы тәрбиені берік қылсақ, мықты қылсақ, біздің жастарымыз да, жеткіншектеріміз де бұл деструктивті ағымның ықпалына түспейтіндігіне кәміл сенуіміз керек.